Конфуцийдің тыйым салынған сөздері. Дана өз қателігіне ұялғанымен, оны түзетуге ұялмайды. Заң бола тұра кедей болу ұят нәрсе, ал заңсыздық бола тұра бай болу одан да ұят. Қиындыққа арыздану оны 2 есе көбейткенмен тең, ал оған мән бермеу оны тамырымен құрту деген сөз. Өзіңе қаламағанды өзгеге де тілеме. Жоғары шенім жоқ деп қапаланба. Жоғары шенге лайықтымын ба деп бас қатыр. Өз қатесін біле тұра түзетпеген адам тағы да бір қателікке бой алдырады. Сөзің әділ, ісің сенімді болсын. Не істеу керек екенін біле тұра істемеу ең үлкен қорқақтық. Мен есіткенімді ұмытып кетемін. Көрген нәрсемді есімде сақтаймын. Істеген нәрсемді түсіне бастаймын. Адамның қолы жетпейтін 3 нәрсе. Жоғалтусыз қадіріне жету жоқ, адасусыз білім жоқ, қорқынышсыз батырлық жоқ. Ешқашан құламаған адам мықты емес. Құласа да қайта орнынан тұрған адам мықты. Айналаның бәрінде сұлулық бар, бірақ мұны бәрі байқай бермейді. Адамдардың мені түсінбегеніне емес, мен оларды түсіне алмағаным үшін қапаланамын. Тек ақымақ қана өзінің қатып қалған ойынан бас тартпайды. Ешқашан қайтып келмейтін 3 нәрсе: уақыт, мүмкіндік, сөз. Ақылды адам өз өмірінде мына 3 нәрседен қашады. Жас кезінде құмарлықтан, ер жеткенде жанжалдан, ал қартайған шағында ашкөздіктен. Адам көп нәрседен науқастануы мүмкін. Біреулер суықтан ауырса, біреулер қайғы мен қиыншылықтан ауырады. Мен бұрындары адамдардың сөзін тыңдап, ісіне сенетін едім. Ал қазір олардың сөзін тыңдап, істеген істеріне алыстан баға бере аламын. Алға қойған мақсатыңызға жету мүмкін еместей көрінсе, мақсатыңызды емес, оған апаратын жолды өзгертіңіз. Біреудің жанашырлықпен айтқан ақылын әрең тыңдаймыз, бірақ біреуге ақыл айтуға алдымызға жан салмаймыз. Әңгіме айтуға тұрарлық адаммен әңгімелеспеу өзіңе жақын адамыңды жоғалтқанмен тең. Ал әңгіме айтуға лайықсыз адаммен әңгімелесу алтын уақытыңды жоғалтқанмен тең. Ақылды адам жанашыр жанды да, алтын уақытын да босқа жоғалтпайды. Болмашы нәрсеге төзімсіздік таныту ұлы істерді жояды. Сені өзгелер түсінсе, бұл бақыт. Сені жақсы көретін жанның болуы үлкен бақыт. Ал дүниедегі шын бақыт өзіңнің біреуді шын көңілден сүюің. Бұрын адамдар өздерін дамыту үшін оқитын, ал қазір өзгелерді таңқалдыру үшін оқитын болды. Өзгенің қатесімен емес, өз қателігіңізбен алысыңыз. Өміріміздің бастауы мен соңы махаббаттан басталады. Махаббатсыз өмір жоқ. Себебі нағыз дана адам ғана махаббат алдында бас иеді. Егер сені біреу қатты ренжіткісі келсе, демек оның өмірі сенікінен де қиын. Уәде беруден бұрын оны орындай алатыныңа көзің жете ме? Соны ойлан. Өйткені орындалмаған уәде мойныңда қарыз болып қалады. Егер қалағаныңа қол жеткізгің келсе, осы 6 нәрседен аулақ бол. Ұйқы, еріншектік, қорқыныш, ашу, сенімсіздік және қыдырымпаздық. Өзіңіз жақсы көретін іспен айналысыңыз. Сонда сізге өмір бақи жұмыс істеуге тура келмейтін болады. Ақылды әйел күйеуін емес, өзінің сырт келбетін өзгертуге тырысады. Кек алам десең, 2 көр қаз. Шын мәнінде өмір өте оңай. Біз өзіміз оны қиындата түсеміз.
Биік шыңдарды бағындырғысы келетін адам алдымен алдындағы кішігірім тастарды тазартсын. Егер біреуді жек көрсең, демек ол адам сені жеңіпті. Адамдар болашақты ойлаймыз деп бүгінін ұмытады. Олар ешқашан өлместей күн кешеді. Ал өлім сәті келгенде ешқашан лайықты өмір сүрмегендерін түсініп жетеді. Бойыңыздағы жаман қасиеттерден бүгін арылыңыз. Ертең кеш болуы мүмкін. Сізді тонап кеткені, біреулердің ренжіткені қорқынышты емес. Ең қорқыныштысы осындай келеңсіздіктерді өмір бақи ұмытпай есте сақтауыңызда. Өміріңізде орын алатын өзгерістерден қорықпаңыз. Өйткені ол сізге нағыз керек кезінде келеді. Өзіңізді кінәлі сезінуге итермелейтін адамнан сақ болыңыз. Өйткені ол адам сізді басқарып, өз дегеніне жетуді аңсайды. Жүрегіңде тыныштық болмай, көңілің құлазыса, табиғат үніне құлақ сал. Ондағы әсемдік пен тыныштық орынсыз айтылған миллион сөзден артық. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.